тұрақты әскери дислокациялық пунктінен белгіленген пунктке 100 километрден жоғары шақырымда әскери техника мен жауынгерлік марш барысында қауіпсіздік ережесі бұзылған жоқ. Марш белгіленген ара қашықтықта жылдамдықты сақтады. Келесі оқулық пәрменін күтеміз. Получили задачу с пункта постоянной дислокации совершить марш в пункт назначения. Марш совершили на колесной технике протяженностью свыше 100 километров. Успешно прибыли в назначенный район. В указанное время уложились. В ходе марша никаких нарушений не было. Готовы выполнить дальнейшую поставленную учебно-боевую задачу.